Екібастұз өңіріне қарасты Төртей ауылында дүниеге келіп, төрткүл дүниені көріп таныған, соңына ғылыми еңбектері мен әндерін қалдырған Байболат Әубәкіровті еске алуға арналған шара Естай атындағы балалар музыка мектебінде өтті. Шараға марқұмның туыстары, үзеңгілес достары мен қала халқы жиналды. Байболаттың қай салада қызмет жасаса да жаңа көріп отырмыз ғой. Көп көре бере алмаймыз, үйде де деректері бар, үйде кітаптары бар. Анда-санда қарағанда толқып, алыстаған Байболат жақын келеді, жүрегіме ұялайды. Әрбір жымиған күлкісі, әрбір айтқан әңгімесі, әрбір сыры, әрбір мұңы адамның жүрегінде сақталатын осы. Біз тірі болғанда ол біздің жүрегімізде ұмытылмайды. Жасын ғұмыр жарқылы деп аталған әдеби музыкалық кеш Байболат Әубәкіровті еске алуға арналды. Әуесқой сазгердің қаламынан көптеген өлең туып, әуен жазылды. Солардың бір қатары сахна төрінде орындалды. Байболат ағаның жүрегінен шыққан туған жерге арналған әні тыңдаушыны тебірентті. Құстарда туған жерін, айдын көлін, сағынып аңсайды екен туған елін. Жат жерге бауыр баспай, алаңдаумен асыға күтеді екен көктем лебін. Мен дағы туған елім, жерім дедім, мен дағы қыспын адам киген кебін. Байболат досым, біз 1985 жылы танысқанбыз. Содан бері үзіліс болмай, қарым-қатынасымыз өте күшті болды. Осы жылдары 40 жылдың ішінде Бәкеңді мен бүгінгі күнге дейін таң қалам, танып білгеніме. Бұл кісі енді бұрынғыдан айтып келе жатқан бабаларымыздың мықты сөздері бар, 8 қырлы, 1 сырлы деген. Со қырдарын алатын болсақ, қаншама керемет қасиеттер Алла тағала бұл кісіге жаратқан. Оның ішінде қараңыздар, 30 жылдан артық, мына 20 мың адамы бар қоғамды басқарды. 20 мың адамның жанұялары бар. Сонда қараңыздар, 100 мыңнан артық адамдарға күн көрсетіп, жаңағы қаражатын бөліп, көңілін бөліп, сөйтіп ең қиын замандарға қарамастан осы бүгінгі күнге дейін ризашылық айтып жүрген адамдар өте мол. Марқұм Байболат Әубәкіров ұзақ жылдар бойы қазақ зағиптар қоғамын басқарып, докторлық диссертация қорғаған. 4 монография, 100 ғылыми жұмыстардың авторы болды. 1992 жылы республикаға еңбегі сіңген экономист атағын иеленіп, құрмет парасат ордендерімен марапатталған. Шалымның артылымның,